күштер әрқашан әрекетте болады. Сені жермен жанастырып құлатпай ұстайды және сені бір бағытта, содан кейін басқа бағытта қозғайды. Күштер барлығына атомдардың ішіндегі өте ұсақ ядролардан бастап планеталарға және ғаламшардағы жұлдыздарға дейін әсер етеді. Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және Біліп жүр арнасы. Бүгінгі видеода біз күшіңді сезіну жайлы видео түсіретін боламыз. Бұл видео ғылым деген не деген видеоның екінші бөлімі деп айтсақ та болады. Ол видеода сіздер өте мықты қаралым жинаған боласыздар. Бәлкім осы видеода өте мықты қаралым жинайды деген сенімдемін. Ал ендеше видео басталмас бұрын лайк пен арнаға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызға кеттік. Күш бұл итеру немесе тарту. Мәселен, есікті ашу немесе жабу үшін сен есіктің тұтқасын қолыңмен тартасың немесе итересің. Олар нысандарға тарау арқылы ұдайы жұмыс істейді. Күштер нысандарды қозғалтады немесе жылдамдығы не бағытын өзгертеді. Әрекет және қарсы әрекет. Бұл күші арнайы қапшық тұрғанда оның жұдырығы қапшықты қозғалту арқылы күш қолданады. Бірақ қапшықта оған бірдей күш. Боксшы жұдырығының жылдамдығын бәсеңдететін қарсы күш қолданады. Жасырын күштер. Әдетте затты итеру немесе тарту үшін сен оған қолыңды тигізесің. Бірақ кейбір күштер заттарға жанаспастан-ақ әсер етеді. Мәселен, мына магнит қағаз қыстырғышты магнит өрісінің күшімен өзіне тартады. Инерция. Егер нысанға ешқандай күш әсер етпесе, ол не қозғалыссыз күйде қалады, немесе бұрынғы жылдамдықпен түзу бағыттағы қозғалысын жалғастырады. Ол инерция деп аталады. Іс жүзінде үйкеліс күші әдетте қозғалыстағы нысан тежейді. Теңдестірілген күштер. Екі немесе одан көп күштер нысанға әсер еткен кезде күштер бірігеді де бір жиынтық күш пайда болады. Кейбір жағдайларда анағұрлым ірі жиынтық күш алу үшін күштерді біріктіреді, ал басқа жағдайларда күштер бір-біріне қарсы жұмыс істеп жиынтық күшін әлсіретеді. Кейде екі күш бірін-бірі өзара толық жоққа шығарады. Үйкеліс күштері. Егер допты тепсе, ол жермен домалайды да ақыр соңында тоқтайды. Үйкеліс күші допты тоқтату үшін оған әсер етеді. Ауыр қорапты еденнен итеріп көр. Үйкелістен ілініс пайда болады. Сондықтан қорапты орнынан жылжыту қиынырақ. Міне достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталып қалды. Бүгінгі видеода біз сіздерге күшіңді сезін деген тақырыпта видео түсірдік. Егер де сіздерге осы видеоны ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп және де жанынан шыққан қоңыраушаны басып, және де өз күшіңізді сезіне аласыз ба? Осы сұраққа жауапты комментарийға жазып өтіңіз. Ал ендеше видеомыз аяқталды. Келесі видеода кездескенше қош, сау болыңыздар.